Коронавирус барлық елді жаулауда. Біз білеміз, адамдар одан қорқуда. Сол себепті бізге осы вирус Brawl Starsқа жетті ме деген сұрақты талқылайтын боламыз. Сәлем достар, сендермен мен Кемас KZ. Коронавирус желтоқсанның айында басталған еді. Ал вирус не 8 бит жаңа жылдан кейін басталды. Яғни 8 бит осы вируспен ауырады. Осы вирус 8 бит вируспен ауырғанын бізге разработчиктар түсіндірген еді. Сол кезде Мортис стенкаға кіріп жүрген еді. 1,5 ай бұрын адамдар сол коронавирусты ұмыта бастаған еді. Одан адамдар аз ауырып, барлығы жақсы бола бастаған кезде Мортисті да Brawl Stars әлемінде оны ендеп шығарды. Ол қазір өте қатты көбейіп кетті. Brawl Stars'та қатты қуып кетті. Вируспен Brawl Stars қатты қуып кеткен себебі коронавирус, яғни бір вирустың түрі Brawl Stars әлеміне де жетті деген түсінікпен қарауға болады. Ал оны қалай білеміз дегілеріңіз келсе, соңғы кезде Куаланитаның аяғында 0 секунд қалды деген магазинда, дүкенде, яғни 0 секунд қалды деген мағына тұратын еді. Және де ойында көп нәрселер қуып еді. Сонымен вирус кімді ауырғанын айтатын болайын. Вирус Мортисті жоқ. Ең бірінші вируспен ауырған ол бізде 8 бит. Екінші ол бізде Мортис қуанышқа орай ол емделіп кетті. Ал 3-ші, 4-ші, 5-ші ауырғандар олар Бо, Тик, Колт. Осы ауырған видеолар, осы ауырған суреттерді мен аяғында суреттерін көрсететін боламын. Яғни бұл осы толғаулармен біз не түсіндіруге болады. Бізге разработчиктар вирустың келгенін, бізге Brawl Starsқа да келгенін жеткізбекші болған еді деп ойлаймын өзім. Жалпы оны қалай жеткізбекші болды? Бізге Brawl Starsқа ойланып нетсін деп, қалай ойлансын деп, бізге Мистер Пиді түсірген кезде оның масканың ішінде біреу бар екенін айтты. Brawl Talk'та айтқан еді. Менің ойымша Brawl Talk'та айтқан ішінде ол Пенни мен Джин. Өйткені Джиндікі ары қарай шапшырайды. Жоқ. Артында Пенни. Себебі Пенни атқан кезде сол Мистер Пи секілді, ал бірақ адамға тиген кезде оныкі шапшырайды. Немелері тиындары шапшырайды да тиеді. Ал Мистер Пиді тиген кезде көтеріліп соғылады қайтадан. Ал жарайды. Бізге солай ойланып нетсін деп бізге қалдырған деп ойлаймын мен, жеке өз басым. Сондықтан мен өзім ойланып қаншама іздеп нәрселерді барлығын қарап, қашан обновление болды, қашаннан берлеп қуды. Сол қазір бұл барлығы қуған Brawl Stars'та қазір көрсететін болам сіздерге. Ендеше қараңыздар достар. Қараңыздар міне. 0 секунд Куала жоқ. Түсіндіңіздерші маған? Куаланита 0 секунд қалды. Бұл жарайды. Ал екіншісі, банка қайтадан тірі ма? Жоқ. Ал үшіншісі, қараңыздар. Олар Тик, Колт и Бо. Ойлаңыздар достар. Вирус Brawl Stars әлеміне кірді. Қалай кірді? Вот кірді. Ал егер бұл видеоролик сіздерге ұнаған болса, ендеше сіздер менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, подписаться
немесінен батырмасына басыңыздар. Сендермен болған мен Кимас KZ. Сау болыңдар достар.